Баршаңызға сәлем. Қысқа дайындық. Очечук салатын жабамыз. Міндетті түрде жауып көріңіздер. Өте дәмді, керемет, тәбетті ашатын салат болып шығады. Және дайындалу жолы да өте оңай. Ең алдымен помидор, болгар бұрышын теріп дайындап аламыз. Помидорды, болгар бұрышын жуып тазалаймыз дәндерінен. Және де сарымсақты, ащы қызыл бұрышты да жуып тазалаймыз. Міне барлығын дайындап алдық. Енді жіңішке етіп турап шығамыз, тілікше етіп. Барлығын көз мөлшерімен өзіңізге қажетті мөлшерде дайындай беруіңізге болады. Пиязды да жіңішке етіп турап шығамыз. Барлығын бір ыдысқа сала береміз. Болгар бұрышын да жіңішке етіп тураймыз. Енді осының үстіне сарымсақты да жіңішке етіп турап шығамыз. Ащы қызыл бұрышты да майдалап турап саламыз. Барлығын турап болдық. Енді араластырған ыңғайлы болу үшін үлкен ыдысқа ауыстырамыз. Енді осының үстіне тұз саламыз. Салат жылтырап тұру үшін аздаған шекер саламыз. Майда қара бұрыш саламыз. Барлығын дәміне қарай салып шығамыз. Аздаған сұйық май қосамыз. Енді барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Араластырып болған салатты тап-таза етіп жуылған банкаға салып орналастырамыз. Банканы булаудың қажеті жоқ. Міне барлығын салып болдық. Енді салаттың түбінде қалған суын бетіне құйып шығамыз. Ыдыстың түбіне орамалды салып, енді банканың жиегіне жететіндей қылып су құямыз. Бөлме температурасында тұрған суды құя береміз. Жарты сағат сыртынан қайнатамыз. Осымен салатымыз дайын. Бетіне 3-4 тамшы уксус тамызып, салатты жауып шығамыз. Бір күнге төңкеріп қоясыздар. Осымен салатымыз дайын. Өте оңай дайындалуы. Ас болсын.